Кинг-Конг, Кинг-Конг сауда орталығы екен. Şimdi beri var, жерде beri var дегенде көпшілігі шубалар сияқты былғардан тігілгендер дейді. Мир қалып. Бұл жерге келіп тұрмыз, әлі кірген жоқ. Бұл жерге сілтеп жібергені Золотой порт деген үлкен сауда орталығы бар деген. Соны қазір таба алмай жүрміз, тапсақ, соның ішін көрсететін боламыз. Здравствуйте, уважаемые гости. Не іздеушіңдер? Ана, шуба қарамайсыңдар ма? Шуба қара küçük бар. Балалар. Шуба қара. Народ и не ходит. Так, слушайте, вот шубалар өтіледі. Шубалар. Шуменде дейді. Осы айналаның бәрінен бәрі торговый зондар, сауда үйлері. Адамдар әлі ағылып келіп жатыр. Ар жағы Қазақстан беті. Көшеден кіріп жатыр. Ал біздікілер үшін көруге кетті. Бізді мынау Золотой порт деген неге сілтеп жібереді ғой сауда үйіне. Алдымыздан шықтым. Опты көреміз, Золотой порт деп жазып тұр. Енді осының ішіне көреміз. Барлық заттарды осының ішіне табасыңдар деді. Шашып қалған үстіме күлік, Шашқан жоқпын, күн күшті болып тұр. күн керемет болып тұр бүгін. Ауа райы. Қазір ішіне барып енді тауарларды қарап барып көреміз ғой. Жыр қала сияқты ма? Адам көп келіп жатыр да. Біліп тұрмай Қытай екені. Бүгін де келіп жатыр. Ю дейтін неге бару үшін автобусқа отырасыздар дейді. Соның соңғы аялдамасы Ю деген. Біз күшіміз кетіп жатыр. Ана пешеходтан өтеміз. Бұл жерде бар ғой, барлық мұндай зданияның бәрі жаңа сауда орталықтары бөлінетін сияқты. Мысалы мынаның ішінде Аттары ма? люстралар дейді. Сосын мұндай фирма по продаже машин, велосипедтер сияқты. Манағы барған жеріміз шуба, оларға кірмедік. Бұл жерде бәрі бар деді. Мана торговый домда бәрі бар дейді. Ja, şeyden бастап кірейік. Ішке кірейік та? Не бұл кіретін жер? Мына жаққа кетеміз ба? Не, кіретін жер. Азан қатар деп қазақша сөйлеп жатыр. Тауық? Сал жерді. Ал көрейік. Осының ішінде барлық зат бар ма? Нені аласыздар? Киімдер ме осының ішінде? Үшінші қатарда. Үшінші қатарға қойып арзым. Мына қатарда не бар бірінші қатарда? Бұл қатарда аяқ, киім, үстім, азан. Ю деген сауда орталық қай жақта? Ю дегенге Үшінші этаж. Киім кешектер осы жерде. Ал шетінен қарай береді. Бағаларын айта беріп үлкен сұрады. Калькуляторды ашып жатыр айта береді. Мына жердегі тондар ғой. Былғары ма? Искусственный. Қанша? Ол да. Бұл да қазақша өлі. Берші, нені? 家里电器摊个，亚拉斯的袋儿， 5000 теңге ма? Мынандай ма? да, Теңге.摊给的， Бәрі. да, любой， Мына любой 5000 теңге. это都是， Розница. Розница. да，欧的еще叫什么？赶紧， Оптым Одан қанша? да төмен. 欧的那都такое，那都много， 3000, 2000. не，много可丽比索的， 3500 да, дейді. много надо， Теңге 摊 қанша? 个 Үш 可 жарым 丽 дейді. 比索的， 3500 дейді. Да. 那都骂了那个洗地里， 4. да，你比如说要10度可丽比索的，你比如说电器10度洗地里， Şimdi оптым болса 3500, розничный 5000 теңгеден. Кішкене көбірек алсам көп. Тегін зат емес пе 5000 теңге? Ha? Тегін емес пе? Онdan қазір ешкім келмей ме? Енді, андай. Осы сұрап отқаным кездесіп қалатасың. Так, мына жерде нелер бар? Курткалер, жилеткалер бар екен, безрукавкалер бар екен. Кеше кімнің Мадина іздеп жүрген безрукавкалар мына жерде тұр екен. Мындай ұзындау безрукавкалер. Андай великандар емес пе, великандар? это мыналар қанша? 弗洛金属 любой可丽， 3, да，欧的德味。 оптым 2. Да. великан摊个都是高丽摊呀个， Болды, кетіп келесіңдер. Носкиді ғой олар. Носкилердің бағасы 1200 теңге дейді. 1200 ба? 10 ба ішінде неше? İçinde 13 tük var.
20 теңге. Ол неге қымбат? Жоқ. 1200 деген қымбат. Алматы бағасын ба дейбі. Мына бәрі сондай ма? Нәскидің бәрінің бағасы сондай ма? Мыналар 1500'dan береміз. Арзан жер қайда? Арзан айтыңызшы. Мына Алматы бағасын ба дейік сатып тұрғаныңыз. Онда не қылып келдіңіздер? Енді көрейік деп келдік қой. Басқа не бар? Бәрі носки ма мына жерде? Носкилар бар. Бүгін қазақтар көп болғасын бағаны қойып қойып отырсыздар ма? Сіздерге ше? Иә. 10 пачкадан жоғарғардай алсаңыздар мыналар 1000 теңгеден береді. 10 пачка деген оптом. Әдетте бір тал, екі тал алсаңыз ол 3 түкке алған болады. Сонда да 1000 теңгеден. Басқа нәрсе керек емес пе? Колготкалар, лосиналар. Қанша лосиналар? Лосиналардың тұлғасы 1000 теңгеден. 1000 теңгеден. Қалыңы зимние 1500. А колготки ше, колготки. Начосы барлар 1500'dan. Иә, колготкилар ше. Колготкилар да ұқсас сонымен. Сондай ма бағасы 1500. Мына лосиналардан көріңіздерші. 800 теңге де. Мыналар 1500'dan. Шалбарлар бар ма сіздерде? Жоқ, женский. Женский шалбар дегеніңіз мына триконы айтып отырсыз ба? Қыздардың шалбарлары жоқ па? Жоқ, мынандай емес. Джинсы сияқты. Мынау сияқты дейсіз? Иә. Ондай жоқ. Барлығы. Мыналар қанша триколар? Мыналардың барлығы 2500'dan береміз. 2500. Мынау бар ғой? Мынаның шалбар сияқтысынан да бер. 13 түк алсаңыз 1800 шалбар. Басқа. 13 түгі 1800. Әдемі. Бұлар қанша? Бұлар 3500'dan. 3500. Сөйлесем. Курткалар. Жаңа қыздарға бірдеме аламын дедің? Куртка аламын, носки, колготкасындай аламын дедім. Ал? Жеді бар ма? Қарашы. Мынандай куртка сұрап дымы жоқ, қап-қара куртка дейді. Сұрағанын алып бересің ғой. Кім ой ма? Үнжу. Мыналар не ма? Қанша? 9000. Әрзан береміз оптовый. Жоқ, оптовый емес, штуктап. 7000'dan береміз. Нағып қымбат айтып отырсыздар сіздер бүгін? Бүгін қазақтар көп келгесін қымбат айтып отырсыздар, иә? Киетін ба? Зимний ма? Болады. Қазіргі ма? Зимний керек, зимний. Зимнийнің ғой мына. Азырымыздан татып қышты болды ма қайлан? Мынау балдардікі да, ұлдардікі да. Әрләгім. Бұл Алматыда сондай баға ғой. 7000'dan береміз. 7000'dan береміз. 7000'dan беремін? Жоқ, бізге 2000-3000'dan беруің керек. Бар ма? 2000-3000'dan. Мен бұнда 9 дедіңіз сіз, 7000 дедім. Әрзан. Жоқ, мына 7000'ға берсеңіз, неге 9 дедіңіз сіз бізге? Яшы 9000'dan 7000'ga береміз. Мынау ше, мынау ақ. Қаласыңыз оның бір нәрсе Мынау. береді. Мынау қанша? Ұқсашы. Қанша дейді? Ұқсас дей ме? Ұқсас дейсің ба? 7000. Мынау жақсы сияқты анадан. 4000'ға берем дейсің. Да? 4000'ga келмейді. Курткалар 7000. Мәкеленмесін. Мына жердегілер ше. Қалады екен бағаны. Мыналар. Мыналар. Один штук аламыз ба? Бір штук. Розница. Бір штук қанша? 6000. 6000. Мыналар ше, мына жағасы бар мыналар, қалың кішкене. Қымбат. Қанша? 7000. 7? 7000. Жақсы курткалар. Мынау ше. Мына безрукавкалар ше. 4000 теңге. 4000? 1500. Кеше 2000 деп тұрды ана басқа дүкенде. Ана ешкім ашты бізді маған? 1500'ға берем деді кеше. Иә. Иә? Ол дүкеннің атын ұмытып қалдым. 2200 теңге. Оптовыйға 2200'dan береміз. 3300? 2300. 2300. 3500 деген басқа ма ол? Жұқа кішкене. Мына басқа ма? Мына спортивкілер қанша? 6000. 6000? Оптовый арсаңы әрзан. Қымбаттау екен сіздердің дүкендеріңіз. Басқа дүкендерді көрейік. Дүкен? Лена деп жазып кетті. Андрей! Не дейді? Бағалар жазылмаған екен. Қыздарыма қара бірдеме? Ұнамай тұр ештеңе. Онда Алматыдан қалайсың ұнамаса? Свой шар. А? Свой шар, что нету. Кетішім жатыр, мұнда ештеңе жоқ. Қандай ма? Арзан нелер ма? Қой ма?
Андай көп кимейтін киімдері ғой. бір киіп жейтін. Иә. Так, мындай кілең шалбар. Мындай көйлектер. Так, мындайлар қанша екен еке? Хорошо. Мынау қанша? Жоқ, Розничий. А? 5,5. Нағып қымбат айтып отырсыздар сіздер. Алмадың бағасын. Оптым қанша ал? Қанша оптым? Оптым жоқ дейді. Жоқ, аламын ғой, оптым. Қанша? Кіммен? Ол кісі қазақша түсіне ма? Осы емес қазақша. Мыналар қанша ал? 38? 38 değil mi? Так, не. Без рукавкаң мына жерде қарап жүр. Қанша дейді? Мынау қанша? А? 4,5. Мынау джинсилер қанша? Қандай? Ана қайта сұрауға болмайды. Алмасаңыз. Алсаңыз сұраңыз, алмасаңыз. Енді білмесе қалай аламыз? Мен бағасын білмесе қалай? Бағасын айтпасаң жазып қойыңыз. Ерінсеңіз онда қызыға бағасын сұрамаңдар дейтін жерде айтады. Бағасын сұрамаңдар, керек алатын болсаң ғана сұра дейді. Бағасын білмесек қалай аламыз деген сұрақ қойып отырмын да. Толстовка. Мынау басқа дүкен. Оптым ғана? Я оптым айтыңыз. Қанша? Оптым қойын төмен бағасы 3,5. 3,5. Сосын розница қаншадан бересіздер мысалы? Жеке былай бір-бірлеп. Бір-бірлеп 4,5. 4,5 мың теңге айырмашылықпен, да? Мен ол жерде курткаларды қарайыншы. Қыста киетін бе, капюшон бар ғой? Жұқа екен. Мыналар қанша? Мыналар азығы бағасы 12 мың. 12 мың? Ол оптым баға ма? Оптым баға емес, сатылы бағасы. Бұның несі бар ма? Басқа цвет бар ма? Қара артында. Мынау емес пе? Анда жаңа киген бар. Мына қара цветі бар да? 12 мың дейді, бірақ қымбаттау екен. Мынау ше? Бәрі бірдей почти. Қараңызшы, баға көтеріліп қымбат болып кетті ма жақын арада, әлде бүгін қымбат па? Бұрында осындай баға ма? Алматымен бірдей сияқты көрініп тұр. Арзанына ішке қарай беру керек болып тұр да Қытайдың. Бағалар осындай, құрметті көрермендер. Келем десеңіздер. 4,5 мың. Басқа дүкен. Мына кардигандар 3,800 дейді. Не деп айтады, кардиган? Иә. 3,800. Әртүрлі цвет бар екен. Неме? Бағасы нормально ма? Нормально, иә, бұл. Алматымен. Алматыдан арзан ғой. Спортивка 7,5 дейді. Қап қалың. Өзбекский. Өзбекский. Мындай нелер бар екен, спортивка. Қанша екен? 14 мың? Оптым бағасы ма? Жоқ, оптым бағасы емес. Оптым қанша болады? 8,5. 8,5 болады да, 14 мың, 8,5. Камераға түсіруге болмайды. Өзі үш қатарлы не деді жаңағы здание? Осы үшінші қатар екен киім кешектерде да. Осындай да көрсетіп жүріп жатқан да. Бутиктер болып бөлінген осылай. Енді бағаларын көрсетіп жатырмыз, өздеріңіз салыстырып отырасыздар. Алматымен қалай, басқа қалалармен қалай. Келем десеңіздер, Алматыдан күнде автобус жүріп жатыр. Біздер тек қана 3 күнге осы выставкаға, көрмеге арнайы жеңілдіктер жасап, 10 мың теңгеге келу апару, жатуы таңғы асымен бәрін 10 мың теңгеге әкелді. Басқа күндері бағаларын оны біліп айтармыз. Кто это? Кто здесь?
Мына жерде не кілең курткалар да қысқы киімдер әкеліп жатыр екен. Мына жерде қазақ қыз екен, қазақша біледі да, қазақсы ба? Найс. Өзім зимний бірдеңе қарайын деп едім, дым ұнамады ғой. Ештеңе ұнамай жатыр ма? Сайттардан алғаның жақсы шығар. Мыналар қанша? Мынау 15. Қандай жоба ма бағасы? Солдай сияқты. Өзің алдырып жүргендерің дей ме? Иә. Сайттан. Мыналар да анда неден қарағанда күшті болып көрінеді, онша емес екен. Иә. Сол жерден қарап, Түсірмей жатырмын ба? Мынандай жарқыраған киімдерден алу керек қой да, Гүлеке. Мына футболка мысалы 1000 теңге дейді. қазақша немен жазбайды да, теңгемен де кейбіреулерін. Гүлеке, мен түсінгенім не ма? Мына жерден жаңа сайттан алғанмен бағамен бірдей ма? Бірдей кейбіреулері даже қымбаттау сияқты болып көрініп тұр маған. Егер де көрермендер зат киімдерге заказ бергісі келсе, Иә. Гүлекеңнің WhatsApp-ын жазып қоямыз. Соған заказ берсеңіздер болады. Кез келген заттар арзанға. Бұл жерден де даже кейбір заттар арзан болуы мүмкін, бірдей де болуы мүмкін. Неге десең, бұлар енді сатып тұрғандар өздерінің арендасын несін төлейді да қымбат болса да. Гүлекеңе хабарлассаңыздар, сізге алып береді. Қытайдан сатылатын, Қытайда сатылатын заттардың кез келген. WhatsApp бар, Гүлекеңнің Telegram бар. Соған жазып отырсаңыздар болады. Ссылкасын қалдырып кетемін да. Отзывтерді бәрі сол жерден шығарасың ғой да? Иә, мына жерлерде 3500 дейді Гүлеке. сабалақ алынып жатыр ғой. А? Сабалақ болып жатыр ғой. Не, болмай ма, жаман ба не? Сағат тарап жүрсе күшті болатын шығар. Ұнап тұрған жоқ. Сағат тарап жүрсе. Бұны мегаға апарып сықитып қояды ғой негізі, үлбіретіп. Әдемі Сосын бұны дейтін киім 25 000 аласыңдар. Ал мына жердегі аналар үлгермейді да андай әдемілеп қоюға. Сосын 3,5 деп қояйын да. Солай ма солай емес, мен тек айтып жатырмын көрермендерім. Оны өздеріңіз білесіздер ғой. Мен қыздарыма бірдеңе Мына қараймын. үші. Саған осындай алаба жақтар ұнайды ғой. Қанша дейді? Баға жазылмаған ба? Телефонда мына жазылып тұрған мынау. Модный футболка 3 литр дейді. Мына жерде қазақ қыз екен, сода жасап тұрған. Мына жерде бәрі қытайлар шығады десем, сода істейді. Қазақ қыздар да бар екен. Сөйлесейін деп едім, сұрайын деп едім, мына жерде клиенттер келіп қалды. Сөйлесе алмайтын шығар. Басқа жерден қарай берейік. Мынау дүкен үшін. Мына жерде 3,5 мыңнан беремін бе? 3,5 Иә. Мен бір сақшылар алайын деп едім. Сенде қанша? Қараймын. В общем, Гүлекең мына жерден ештеңе алғысы келіп тұрған жоқ. Гүлекеңнің өзінің интернеттен алатын жерлері бар. Сол жерден алған тиімді деп Иә. ойлап тұр қазір. Маған ұнамай тұр, білмеймін, бағасы да ұнамай тұр, түрлері де ұнамай тұр. Жаңа суреттерден, интернеттен суреттерден жылтыратып күшті алып қойғанды көріп, соған үйреніп қалғансың ау деймін. Жерде ерлер киімі дейді. Сосын көп неге түсіре бермейік, кетейік. Обедшик. Аха. Спортивный дейді. Мына жерде кілең орыстардың несі ғой, Юра дейді, Марини дейді. Мына жақтан ашып қойған болып тұр дүкенді. Енді біз басқа сауда үйіне барайық. Ана айттым, Ю деген сауда орны тауып алып, соған барамыз қазір. Енді сол жақта жалғастырамыз. Жүреміз.